Бәріңізге алейкум достар. Жанна Арк 1412 жылы 6 қаңтарда Францияның Домери қаласында келген. Әкесі Жак, анасы Изабелла Рома болатын. Әртүрлі дереккөздерде отбасының қаржылық жағдайы әртүрлі сипатталған. Бір пікірінде ұсынады, олар өте кедей, тұрақты, басқаларының олардың иелігінде нан өсіретін, қой, сиыр және де жылқы өсіретін 20 гектар жері болатын дейді. Жаннаның ата-анасы тұңғышы болды. Одан кейін 3 ағасы дүниеге келді: Жан, Фияр, Жакамен, және де жас кезінде қайтыс болған әпкесі Кейтерин. Ағайындыларды Жаннаның әрдайым қолдап, оның сенімді тірегі болды. Үйде ол Жента деп аталды, ал оны өзін Жаннада пәк қыз деп атады. Түсі бірінші рет көрініс болып табылды. Жаннада традициялармен жаста бұл жас періште Михаилды көрді. Маргарита, Антокия және де Александрия Екатерина болды. Оған әскерлерін басқаруға және де қоршауды алып тастауға және дофин Карлдың таққа көтерілуіне көмектесу үшін Ореланға шығуға бұйрық беріледі. Орелан қызының тағы бір міндеті ағылшын басқыншыларымен күресу және де француз жерлерін Ореланның қатысуынан тазарту болды. Мүмкін Жаннада Артур патшаға қызмет еткен сиқыршы Мерлин туралы оқиғаның аңыздарының әсер еткен шығар. Ол Францияны құтқарушысы Лотаригадан шыққан бикеш болды деп болжаған. 100 жылдық соғысты кетті. Француз жерлерінде бір бөлігі ағылшындар басып алды, ал қалған бөлігі үнемі тоналды. Бавариялық Изабелла Карлдың Чарльз алтының әйелі Англиямен жасалған келісім бойынша жартылай ақылы билеуші қайтыс болғанға кейін тәж оның ұлына емес, ағылшын патшасы Генрих V-ке ауысу керек еді. Қажет болды, біреу келуші еді. Сынған бұл шеңберді көмектесу измощными қалқына повести свой прекращаю програшая шайқасы әскер қатарына шақырылды. Соғыста 1429 жылы қаңтардың 16 жаста Жаннада үйден қашып құтқарушы миссиясын орындауға аттанды. Оның жолы Бокульдерде жатыр. Жанна Бокульдер қаласының капитаны Роберт де Бодрукмен кездесуді жоспарлады. Ол оған допинмен сөйлесу ниеті туралы айтты. Олар қызды күліп үйіне жіберді. Жанна табандылық танытып 1 жылдан кейін қайтадан Бокульдерде пайда болды. Ол капитанға француз армиясының Рубер шайқасына жеңілген көретін айтты. Капитан бұл оқиғаға таң қалды, өйткені ол жеңіліс туралы Жанна айтқан әлдеқайда кешірек білді. Жаннада Арктың соғыста оқиға мен Жаннаның әскерінен капитан қыз сотқа жетуге көмектесуге шешім қабылдады. Ол оған ер адамдар киімін берді, дофинге хат жазды және де сарбаздары оны жолда қорғауға бөлінді. Онымен бірге 3 ағайынды жолға шықты. Жол көптеген қауіп-қатерлерден толы болды, бірақ Жаннада Ореланға Михаилдың көмегімен оны кездейсоқ жеңетініне сенімді болды. Жолда не болғаны белгісіз, бірақ батыл қыз мен дофин Карлдың кездесуі көптеген дереккөздерде өте әсем сипаттап. Карл ұзақ уақыт бойы рухпен жиналады. Ол не істеу керектігін, жанмен сөйлесуді немесе кездесуден бас тартуды білмеді. Сонымен қатар сотталушылар 2 топқа бөлінді. Олардың көпшілігі допин мен қарапайым шопанның кездесуіне қарсы болды. Пікірінше дін Орелянскайдың бикеш қолдайтын ең довольна, бірақ әлі де Карл шешті, бірақ ол кейбір құлыққа барады. Оның орнына ол тақта отырады, ал өзі сотталушылар арасында тыныш тұрады. Жанна залға кіргенде ол тіпті басын тақтың жағына бұрмады, бірақ дереу дофинге қарай бет алды. Оны сотталушылар арасынан бөліп алды. Допин Карлдың алдында Жаннада Арк. Содан кейін ол Арихангал Михаилдың нұсқауы бойынша әрекет еткенін айтты. Жанна мен Карл арасында жеке диалог өтті. Ол дофинді қатты қуантты. Карл әңгімесін менің ешкімге айтқан жоқ, құпия 25 жылдан кейін ашылды. Бұл әңгіме Жанна өзінің билігінің заңдылығын растады және ол таққа ие бола алды деп сендірді. Енді дофиннің Жаннаға деген сенімі бөлінбеді, алайда оның бәрін шеше алмаған діни қызметкерлер әлі де соңғы үкімді шығаруға керек еді. Олар тырысты. Даңқын сынақтар мен жауапқа алу қиын болды, бірақ Жанна бәрін алып кетті. Сондықтан көп ұзамай Карл оған армияның басқаруға рұқсат береді. Осы сәттен бастап
оның өмірбаянында әскери жол басталды. Жанна әскерлермен бірге Тура қаласына кіреді. Ол жылқысын киіп мініп қыз Ореланға баратын жол басталған Булуа қаласына барады. Кереметтер санатында Булуада болған тағы бір оқиғаны жатқызуға болады. Қыз кенеттен сенат катеран Бовер капелласының назар аударады. Ол әйгілі король Карл Мартельдің қылышына арналған репрозди болды. Дәл осы қылыш оған 732 жылы Путейттер шайқасында жауларын жеңумен көмектесті. Жанна осы құтқарушылардың пайда болғандығы туралы хабар береді. Францияның бүкіл аумағын айналып өтті. Күн сайын Жаннаға еріктілер мен милиция келді. Жауынгерлер штабының толқуынан сезінді. Олар Ореланның қызының басшылығымен жауды жеңді деп сенді. Жанна д'Арк өз әскерлерінің басында тұрды. Оның үстінде жарқыраған қару-жарақ болды. Бір қолында ежелгі қылыш жарқырады, екіншісінде баннерді қысады. Бұл керемет болып көрінді, бірақ іс жүзінде сауатсыз шопан әскери ғылымды игеріп, әскерлерін ретке келтіріп, ақылы әскери жетекшілерді құрметке ие болды. Сонымен қарапайым отбасынан шыққан 17 жастағы қыздың ешқандай білімі мен әскери тәжірибесі жоқ талантты қолбасшы бола алатындығын құпия бола қала береді. Жанна да оны Құдай басқаратынын айтты. Жанна д'Арк басқа міндетті Ореланны қоршау жағдайын алып тастау болды. Бұл қала британдықтардан ұстап тұрған жалғыз қала. Егер олар оны ала алса, Франция толығымен басып алатын еді. Соңынан Жанна оны алдымен босату керек екенін түсінді. 1429 жылы 28 сәуірде жас қолбасшы өз әскерлерін Ореланға апарды. Онда ол 6000-дық француз армиясын кездесті. Жанна да өзінің шабуыл жоспарын ұсынды. Оған сәйкес капитандар Ореланның бастапқы қақпасы арқылы британдықтарға шабуыл жасау керек еді. Командирлер оның жоспарын орындауды бойламады. Олар өз әскерлерін Луара өзенінің солтүстік жағалауына орналастырды. Олар жаумен бетпе-бет келді. Ореланға апаратын барлық көпірлерді ағылшындар басқарды. Сондықтан да басқа жағалауға өту өлімнен тең болды. Жанна позициясының үстемдігін қатты ашуланды. Ол әскерлерді Булуаға қайта жіберіп, оларды өзінің оң жағалауына жіберуге шешім қабылдады. Кішкентай отрядтың басында әскери қолбасшының өзі қалды. Бургундия қақпасының жағында болды. Қала тұрғындары оны қуанышпен қарсы алды. Осы қала үшін шайқаста Жанна жеңіске жетті. Содан кейін Жанна жеке қатысқан Аустин, Сент-Лу, Турел бекіністер үшін шайқаста болды. Үш шайқастан Турелан оны жаралап кетті. Айқындық иық. 1429 жылы 8 мамырда ағылшын әскерлері Ореланға жақындаудан қашып кетті. Қала құтқарылды. Осы жеңістен кейін француздар өз әскерлерін күшіне қайта оралды. Ал Жанна Орелан қызы деп аталды. Карлдың тәжі. Ореландағы жеңіске арналған мерекеден кейін Жанна француз әскерлерінің жеңісі туралы жеке айту үшін ризашылық білдіретін отандастар алды. Олар кем дегенде бір сәтке оның құрышына қол тигізгісі келді. Свайшектер, универсилер мобилдан оның құрметіне Жаннамен жылы кездесті. Ол патшайым сияқты оның жанында отырды. Оны дворяндар шығарды. Жон Шарлз V-нің тәжінде. Енді Жанна д'Арк барлық француз монархтарын таққа отырған Реймс қаласын босатуы керек еді. Ал адамзаттың бұрын-соңды болмаған патриоттық көтерілуінің арқасында Жанна туының астында 12 мыңға жуық жауынгер тұрды. Франция азаттық қозғалысының өрлеуін бастапқы өткерді. Карл Реймс шайқаста орындалған үнемі 3 апта өтпеді, өйткені әскерлердің қала қабырғаларының астында тұрды. Жопеннің конерция рәсімі түрге сәйкес Реймс соборында өтті. Жанна қоғанда баннер ұстап тұрды. Тұтқындау және де өлімі. Корнистадан кейін Жанна өзінің миссиясын аяқтады деп санады. Ол Каррераның үйінде туған ауылына кетуге рұқсат сұрады, бірақ патша оны әскерлердің бас қолбасшылық лауазымын қабылдауға көндірді. Ал Шарлз Арк өз келісімін берді. Сол күндері билеуші француз элитасының жанында соғыс қимылдарын жалғастыруға және де одан материалдық пайда болуға мүдделі Ла Тремил болды. Ол Бургундия герцогымен бітімге келді және патшаны Парижде уақытша босатпауға көндіре алды. Жанна өзінің бетінше жүруді шешті. 1430 жылы 20 мамырда Бургундия жауынгерлері Орелан бикешін тұтқындады. Ал
Бикериядағы бургундиялықтардың басқарысқан Люксембургтің жанында тұтқынға болды. Оның жоспары жаннада аркты жау ағылшындарына беру емес еді, ол жай ғана төлем алғысы келді. Жанна Карлға осы талапты қойды. Патша бұл талапқа ешқандай жауап бермеді. Осылайша оған таққа көтерілуге көмектескен адамға опасыздық жасады. Француздардың пікірінше бұл олардың ең тарихындағы жаман сатқындық болды. Бургундия ұзақ ойлаған. Жанна Англиямен және де Опетелиямен оған 1000 алтын ливр 1430 жылы желтоқсанда Жанна д'Арк Рунаға жеткізді. Оның соты 1431 жылы 21 ақпанда басталды. Ағылшында жоқ, жай ғана физикалық тұрғыдан жойып винчке қажет болды. Заявкада оның беделі, сондықтан үкім шығара алатындығы, ол шайтанмен тікелей байланысы растауын талап етті. Процестің басында Эпюкс пер Кошан болды. Ол Орелан қызының қырғынынан кейін үлкен пайда көрді. Оны Руан 1431 жылы Жанна д'Арк ағылшын эпокситтер тарапынан ол сиқыршы деп табылып, отқа өртеліп өлтірілді.